Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Каналыма қош келдіңіздер. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, менің әр салған видеоларыма лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Бүгін сіздермен қайнатылмайтын және банкаға құюды қажет етпейтін огонекті жасайтын боламыз. Әртүрлі ыстық тағамдармен қоса жегенге өте дәмді, ерекше дәм береді. Ал енді бастайық. Бізге қажет қызанақ, ащы бұрыш, тәтті болгар бұрышы, сарымсақ, тұз және аспирин қажет болады. Ең алдымен қызанақтың барлығын жуып, қажет емес жерлерінен тазартып, кесіп аламыз. Қазір ет тартқыштан өткізетін боламыз, сондықтан ет тартқыш машинкаға ыңғайлы етіп, 3-4 бөлікке бөліп аламыз. Менің каналымды қолдап, сіздерге пайдалы болып жатса, менің каналыма тіркеліп, видео рецепттерге лайк басып, комментарий бөлімінде пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Әрі қарай сарымсақты, болгар бұрышын және 2-3 дана ащы бұрышты тазалап аламыз. Барлығын тазалап дайындап болған соң, ет тартқыштан өткізіп аламыз. Менде осы огонекті жасауға 7 кг қызанақ, 4 сарымсақ, 2-3 дана ащы бұрыш және 1,5 кг болгар бұрышы және 6 штук аспирин қажет болды. Барлығын ет тартқыштан өткізіп болған соң, әбден араластырамыз. Аспиринді осылай майдалап, ұнтақтап алып қосатын боламыз. Аспирин огонектің ашып кетпеуіне, атылып кетпеуіне көмектеседі. Соңынан 5 ас қасық тұз салдым. Огонекті бірден пластик бутылкаларға құймаймыз. Bir күн әбден тұзы ерігенше, дәмі шыққанша бетін жауып салқын жерге қоятын боламыз. Міне 1 күн тұрды, осылай кішкене көтеріліп, қоюланды. Енді бір араластырып, бутылкаларға құйып шығамыз. Осымен огонегіміз дайын болды. Огонекті жапқан банкалар сақтайтын жерде, қараңғы, салқын жерге сақтайтын боламыз. Менде осы жасағаннан 6 литрден аса огонек шықты. Осымен огонегіміз дайын болды. Наса лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.